Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде Idealist FX трейдингке бастама курсының 3-ші сабағы. Бүгінгі сабақта біз трейдингте не сатуға болады, яғни инструменттер жайлы айтатын боламыз. Яғни нақты инструменттерге тоқталсақ, Форекс нарығы, именно валюталар нарығы. Индекстер, алтын, USD немесе басқа да металдар және криптовалюта. Осы 4 нақты инструментке тоқтала кетемін. Байқасаңыздар, бұл жерде бізде облигация немесе акция сияқты басқа инструменттер жоқ. Себебі мен өзім ол инструменттерді пайдаланбаймын және пайдаланып көрмегенмін. Маған олар қызық емес, себебі ол жақта қозғалыс өте аз және түсініксіз ситуациялар өте көп болады. Яғни, например, біз акцияларды айтатын болсақ, акциялар тікелей индекстерге бағынады. Индекс бізде өссе, акция да бізде өседі. Так что зачем акцияға отдельно анализ жасап, когда біз нақты бір индекске анализ жасап, алдын ала сол индекстің ішінде бар акциялардың барлығы қалай өсетінін, қалай түсетінін біле аламыз. Сол үшін мен индекстерді бөлек айтып өттім, ал акцияларға тоқталған жоқпын. Ал облигацияға келетін болсақ, облигация ол өте баяу қозғалатын инструмент, онымен мен сауда жасамаймын. Сол үшін маған ол қызық емес. Ал енді осы 4 нарыққа тоқтала кетейік. Яғни Форекс, индекс, алтын немесе басқа да металдар және криптовалюта. Ал енді дальше кеттік. Так. Сәл үлкейтейін. Ең алдымен не сатуға болады? Инструменттер, трейдер сауда жасай алатын негізгі қаржы құралдары. В основном мен өзім осы 4-еуін белгілеп алдым, яғни Форекс, индекс, алтын немесе басқа да металл, криптовалюта. Не үшін мен алтынды ғана алдым, басқа металдар пример ретінде келтірмедім, себебі алтын ең танымал активтердің бірі, жазып қойдым міне. Сол үшін алтынға тоқталдым. Ең алдымен басынан бастайық. Форекс, яғни валюта нарығы. Форекс әлемдегі ең үлкен қаржы нарығы. Мұнда бір валютаны екінші валютаға айырбастау және сауда жасау нарығы ғой қысқаша айтқанда. Форекс нарығын тек қана қарапайым адамдар емес. Запись үзіліп кетті. Дала слишком шумно болып кеткеннен терезені жауып келді. Дальше жалғастырайық. Яғни біз Форекс нарығына тоқталған болатынбыз. Түсінгендеріңізде, Форекс нарығы әлемдегі ең үлкен қаржы нарығы. Мұнда бүткіл әлемдік валюталар сауда жасалады. Мысалы, жазып өткен евро USD, фунт USD және де ақш доллары және Жапонияны. То есть евро USD, GBP USD, USD GPI. Бұлар валюталар, яғни осы валюталардың бір-біріне қатынасы сауда жасалынады. Яғни Форекс нарығы бүткіл әлемдік валюта нарығы. Бұл бүткіл әлем бойынша ең тұрақты, ең анализге жеңіл, ең тыныш нарықтардың бірі. Тыныш дегенде бізде трейдингте екі дүние бар. Волатильность, ол бізде, когда активтердің бағасы бізде тез өседі, тез түседі, в общем, бағаның қатты қозғалуы. Мысалы, криптовалюта бізде волатильный активке жатады. Яғни криптовалютаға қарағанда Форекс нарығы более тыныш, более қалыпты, более бір темппен қозғалатын өте жақсы нарық. Сол үшін, мысалы, қазіргі уақытта мен Форекс нарығында сауда жасаймын. Неге? Себебі алдын ала не болатынын біз анализ жасап біле аламыз. Барлығы белгілі бір заңдарға бағынады. Және де бұл нарықта ликвидность көп. Яғни бұл нарықта ақша көп. Неғұрлым кез келген нарықта ақша көп болса, соғұрлым ол нарық тұрақты болады. Сол үшін постепенно, мысалы, байқасаңыздар, мен бекерден бекер бірінші Форексті алған жоқпын, екінші индексті алған жоқпын, үшінші алтынды алған жоқпын. Себебі Форекс пен индекске қарағанда алтын өзін стабильны көрсетпейді. Алтын қатты өседі, қатты түседі. Алтында манипуляция көп болады. Болашақта анализ жасауды үйренген кезде сіздер түсінесіздер. Но все же, например, алтынға қарағанда Форекс пен индекс нарығы более стабильны. Ал криптовалютаға қарағанда алтын более стабильны. Неге? Себебі бүткіл әлемдік актив ол алтын. Және бұл алтынға келгенде бүткіл әлем алтынды сатып алғысы келеді. Сол үшін бұл алтын нарығында бізде ликвидность бар, яғни ақша бар. Ақша болғаннан кейін
бұл нарық бізде стабильно болады. Ал криптовалюта әлемі, ол криптовалютада форекс нарығымен, индекс нарығымен және де алтын нарығымен салыстыруға келмейді. Себебі бұл жақта 1,2 триллион доллар ғана ақша бар. Ал мына жақта форекс нарығында, чтобы сіздер түсіну үшін, күніне 6-7 триллион доллар ақша айналады. Күніне. Яғни мемлекеттер өз арасында ақша айналымын жасайды. Яғни форекс нарығының артықшылықтарына тоқтала кетейік. Тәулігіне 24 сағат жұмыс істейді, дүйсенбі жұма, яғни аптасына 5 күн 24 сағат сауда жасалынады. Неге? Себебі бүткіл әлемдік банктер өздерінің арасында ақша айырбастау процесімен айналысып жатады. Баға үнемі қозғалады, ликвидность бар. Яғни бізде нарықта баға өсу үшін, бірінші сабақта не істеріңізге түсіріңіздер, баға өсу үшін бізде сұраныс болу керек. Егер сұраныс көп болса, ұсыныс аз болса, баға бізде өседі. Ал егер баға бізде түсу үшін бізде ұсыныс болу керек, бірақ сұраныс болмау керек. Яғни форекс, яғни ақшаға деген сұраныс әрқашан бар, сол үшін баға үнемі қозғалады, бізде ликвидность әрқашан жеткілікті. Жаңадан бастаушыларға ыңғайлы, неге? Себебі манипуляция өте аз, қарапайым нарық және өте тұрақты нарық. Мысалы, егер сіздер форекс нарығынан бастасаңыздар, сіздер мүмкін форекс нарығында қалуларыңыз мүмкін. Себебі максимально стабильно, максимально комфортно. Ал енді екінші нарық бізде индекстер. Индекс дегеніміз бір елдің немесе бір нарықтың ең ірі компанияларының орташа бағасының көрсеткіші. Мысалы, S&P 500, S&P 500 деген индекс. Бұл бізде американский индекс. ақш-тың 500 ірі компаниясының бүткіл компаниялардың акциясының бағасының қосындысы және соның 500-ге бөлгені. Яғни S&P индексінің бағасы 4502 деп тұр. Мысалы, бұл бізде бүткіл ақш-тың 500 ірі компаниясының бүткілінің акциясының бағасын қосып, соны 500-ге бөлгенде орташа баға шығып тұр. Бұл бізде S&P 500 деген индекстің орташа бағасы. Яғни индекс деген бізде барлық акцияларының қосындысы. Яғни сіз, например, акция сатып аламын десеңіз, сіз бір тал акция алсаңыз болады бір компанияның, немесе индекстің көрсеткішін сатып алсаңыз болады. Если не ошибаюсь, индексті сатып алу оңай емес, но все же варианттар бар. Мен ол жағына әлі қатты бір кірісіп көрмедім. Ол уже бөлек тема. Инвестиция әлеміне кетіп қаламыз. Ал трейдингқа келгенде біз кез келген брокерда, егер брокердің ішінде индекс болса, яғни мысалы S&P 500, NASDAQ, немесе DAX деген сияқты индекстер болса, біз сол индекстер арқылы сауда жасай аламыз. Мысалы, S&P 500-дің примерінде келтіретін болсам, егер сіз S&P 500-ден, например, бұл индекске инвестиция жасасаңыз, сіз бірден, например, Американың 500 ірі компаниясына ақша салған болып есептелесіз. Яғни, өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Индекстер әрқашан өседі. Индекстер максимально стабильный активтер. Бүткіл инвестиция әлемінде, қателеспесем, S&P 500 деген осы индекс, ол золотой стандарт, яғни бұл индекс әрқашан өседі, және де бүткіл үлкен инвестиционный компаниялар өздерінің көрсеткіштерін осы индекспен теңестіреді. Ал енді NASDAQ деген келесі индекс бізде технологиялық компаниялар, яғни ақш-тың 100 тал ірі технологиялық компанияларының бағасы. Тура сол S&P 500 сияқты индекс, просто мына жақта 500 компания болса, мына жақта 100 тал компания. Технологиялық компаниялар. Одан кейін DAX деген бізде Германияның ірі компанияларының жиынтығы. Мысалы, мына жерде NASDAQ-тың бағасы, мына жақта бізде DAX-тың бағасы деген сияқты. Так. Егер индекс өссе, демек сол елдің ірі компанияларының көбі өсіп жатыр деген сөз. Осыны біліп қойыңыздар. Жаңа айтып өттім, индекстер деген ол бүткіл акциялардың қосындысы. Кімге қолайлы? Экономика қозғалысына сауда жасағысы келетіндер. Например, егер сіз фундаментальный анализ, яғни экономикаға жақсы анализ жасасаңыз, индекспен торговля болады. Но все же индекс бізде технический анализге де бағынады, және де фундаментальный анализге де бағынады. Сол үшін болашақта сіздер анализ жасап үйренген кезде индексті таңдасаңыздар болады. Ал бізде үшінші актив, алтын немесе басқа да металдар. Алтын әлемдегі ең танымал активтердің бірі. Адамдар белгісіздік пен дағдарыс кезінде ақшасын алтынға ауыстырады. Неге? Себебі мысалы бізде Құранда айтылған, алтын мен күміс жер бетіндегі жалғыз ақша.
ол өзінің құнын жоғалтпайды. Ал мысалы біз форекс кез келген валютаға келетін болсақ, кез келген валюта, мысалы өздеріңіз елестетіңіздер, ертең Қазақстанда бүткіл қазақтар теңгеден бас тартты. То есть просто адамдар алды да, все, біз теңгемен сауда жасамаймыз, оның орнына, например, біз алтынмен сауда жасаймыз деді. Теңге бір моментте бүткіл Қазақстанда бар ақшаның барлығы бір ақ моментте только қағаз болып қалады. То есть ақша өзінің құнын жоғалтып қояды. Тура сол сияқты доллар да сондай, тура сол сияқты евро да сондай, тура сол сияқты фунт та сондай, тура сол сияқты японская иена сондай. Яғни кез келген валюта біздің әлемде адамдар оған сенгеннен кейін ғана жұмыс істейді. Например, доллар бізде мықты валюта бүткіл әлемдік. Неге? Себебі бүткіл әлем ол валютаға сенеді. Евро тура сол сияқты. Евроға сенгеннен кейін, Европаның экономикасы мықты болып осы евроны тіреп тұрғаннан кейін бүткіл әлем евроны пайдаланады. Тура сол сияқты Қазақстанда бізде теңге пайдаланылады. Неге? Себебі халық теңгеге сенеді, өкіметке сенеді. Ал егер бір күні халық бас тартатын болса, болды біз теңгені пайдаланбаймыз деп, ол кезде бүткіл теңге ол просто қағаз болып қалады и все. Ал алтын, бәріміз білеміз, тарих бойынша алтын кез келген дәуірде болған, кез келген мемлекет алтынды пайдаланған, және де кез келген адам алтынның құнын біледі. Алтын әрқашан кез келген соғыста немесе бір кризис, жазып отырмын ғой, белгісіздік немесе дағдарыс кезінде ақшасын алтынға ауыстырады. Неге? Себебі алтын өзінің құнын жоғалтпайды. Алтын өзінің құнын жоғалтпайды. Әрқашан алтынға деген сұраныс болады. Сол үшін көпшілік мемлекеттер алтынды пайдаланады өздерінің капиталдарын сақтау мақсатында. Вот. Алтынның бағасына әсер етеді ақш доллары, инфляция, соғыс немесе экономикалық жаңалықтар. Вот. Түсіндіңіздер да? Яғни алтынға деген сұраныс әрқашан, сол үшін бұл нарықта бізде ақша бар. Бұл нарықта бізде ақша бар болғаннан кейін график бізде жақсы қозғалады, яғни бұл нарықта бізде ликвидность бар. Ликвидность дегеніміз бізде ақша. Енді алтынның ерекшеліктерін тоқтала кетейік. Баға жақсы қозғалады, қазір ғана айтып өттім. Трейдерлар арасында өте танымал. Неге? Баға жақсы қозғалғаны үшін. Ұзақ мерзімде де құндылығы сақталады. Жаңа оны айтып өттім. Ал енді төртінші бөлік бізде криптовалюта. Криптовалюта дегеніміз интернетте жұмыс істейтін цифрлық ақша. Ең танымалдар ол бізде биткоин, эфириум, солана және де USDT сияқты стейблкоиндар бар бізде. Бұл криптовалютаның мақсаты не? Вроде бы валюта бар бізде, зачем бізге криптовалюта деген сұрақ туындайды. Криптовалюта. Мысалы, бізді Қазақстанда ондай проблема жоқ, но көпшілік басқа мемлекеттерде, хотя Қазақстанда да ондай проблема бар. Мысалы, өзіңіз елестетіңіз. Бір бай адамдар бар. Оларға жүздеген миллион, миллиардтаған ақшаны, например, өзінің шотынан басқа шотқа ауыстыру керек. Егер ол адам банк арқылы ауыстыратын болса, банк өте көп комиссия ұстайды. Мысалы, өзіңіз елестетіңіз, 100 миллион доллар. Ол деген үлкен ақша. И, например, просто так, егер даже комиссия 1% деп алған күннің өзінде, 1%, банктың комиссиясы 1% деп алатын болса, бай адам сол 100 миллион долларды аударып отқан, бір шотынан екінші шотына ақшаны аудару үшін банкке 1 миллион доллар комиссия төлейді. Ал 1 миллион доллар деген ол өте үлкен ақша. Сол үшін криптовалюта шыққан. Яғни криптовалютаның мақсаты қысқа уақыттың ішінде өте үлкен көлемдегі ақшаларды максимально аз комиссиямен аудару. Вот и все. То есть криптовалютаның мақсаты осы. Мысалы, егер сіз USDT деген стейблкоин бар, яғни цифровой доллар деп айтады криптовалюта әлемінде. Егер сіз тура сол банкпен 100 миллион долларды аударатын болсаңыз, әумин бас барлығын сондай деңгейге жетейік, 100 миллион долларды аударатын болсаңыз, даже если комиссия 1% деп алған күннің өзінде сіз 1 миллион доллар комиссия төлейсіз. Еще ар жағында сіз Қазақстанда проблема жоқ, бізде ақша тез түседі, но ондай үлкен суммалар 7 күн, 15 күн, 1 ай сондай уақытты күттіреді. Яғни банк сізде, например, шетелде, в основном Европада, Америкада, сразу банк ақшаны аудара салмайды. Олар күтеді, тексереді, мынша уақыт күтіңіз деген сияқты айтады. Ал криптовалютаға келгенде сіз USDT-ні бір кошелектен екінші кошелекқа тарс еттіңіз, аудара салдыңыз, болды.
ол ары кетсе бір 2 минут уақытты алады болды. То есть сумма маңызды емес. Сол, например, бізде банкпен ақшаны аударған кезде комиссия 1 миллион доллар болатын болса, криптовалютамен ақшаны аударған кезде комиссия, қателеспесем, 2 доллар ма 1 доллар ма сондай ғана болды. Яғни сіз хоть миллиард доллар аударсаңыз да, комиссия 1 доллар болады и все. То есть комиссия өзгермейді. Вот, сол үшін криптовалютаның құны бар. Сол үшін интернетте жұмыс істейтін цифрлық ақша деп айтады бұны. Вот, ең алғашқысы және ең танымал биткоин, одан кейін эфириум, солана сияқты криптовалюта көп. Мысалы, криптовалюта бізде биткоин және де альткоиндар болып бөлінеді. Биткоин деген ол биткоин, альткоиндар деген кез келген басқа криптовалюта. Барлығы биткоиннің бағасына бағынады. Вот. Ерекшелігі, баға өте тез өзгереді. Бір күнде 5-15%, кейде одан да көп қозғалуы мүмкін. Плюс 15% жасауы мүмкін. Тура сол сияқты минус 15% жасауы мүмкін. Вот. Яғни табыстылығы жоғары, тура сол сияқты ақшаны жоғалту шансы көп. Пайда табу мүмкіндігі жоғары, бірақ тәуекел де жоғары. Вот. Специально осыны айтып өттім. Ал енді сіз нарыққа келгеннен кейін, мысалы трейдингқа келгеннен кейін, қалай өзіңіздің сауда жасайтын нарығыңызды таңдау керек? Валютамен жұмыс ұнаса, яғни стабильность ұнаса, форекс таңдайсыз. Егер сіз елдің экономикасына анализ жасап, экономиканы жақсы түсінемін десеңіз, индекстер сізге болады. Егер сіз тұрақты әрі танымал актив керек болса, яғни сізге волатильность керек болса, одновременно сіз агрессивно сауда жасағыңыз келеді, одновременно сіз стабильностьті қаласаңыз, алтын. Бірақ алдыңғы ескертіп кетейін, алтын оңай актив емес. Не үшін екен болашақта түсінесіздер, когда реальный рынокқа кіріп сауда жасаған кезде. Алтын оңай актив емес. Алтын өте қырсық актив. Мен алтынды өте асау жылқы деп айтамын. Егер ол жылқыны үйрете алсаңыз, басқа жылқы сізге керек емес. Бірақ ол жылқыны үйрету екінің бірінен қолынан келмейді. Өте асау, өте қырсық актив. Ал енді криптовалюта үлкен қозғалыспен жоғары тәуекел ұнаса, ол криптовалюта. Егер сіз риск сақтай аламын, мен прям жылдам сделка ашқым келеді, жақсы пайда тапқым келеді десеңіз, криптовалюта. Бірақ ескерте кетейін, жоғары тәуекел ұнаса деп жазып кеттім мен. Жоғары тәуекел бар криптовалюта нарығында. Если что, менің бұл айтып жатқаным сіздерге қаржылық нұсқаулық емес, мен сіздерге ешқандай нарықты ұсынбаймын. Өздеріңіз таңдап, өздеріңіздің тәуекелдеріңізге жұмыс жасайсыздар. Ал енді қорытындылай кетсек бүгінгі сабағымызда, трейдер тек акциямен емес, валютамен, алтынмен, индекстермен және де криптовалютамен де сауда жасай алады. Ең бастысы әр құралдың қалай қозғалатынын түсіну және тәуекелді дұрыс басқару. Яғни, екінші сабақта біз өткен капиталыңызды дұрыстап басқарсаңыз, трейдинг әлемінде жақсы жетістіктерге жетесіз. Надеюсь, бәрі түсінікті. Сау болыңыздар.